Сирек кездесетін кітаптар мұражайында адамзат баласының алғашқы қолтаңбасы мен тұңғыш рет басылған кітаптары сақталады. Тарихи жәдігерлер қатарына қағаз өндіру мәдениеті мен оның Орта Азияға таралу шежіресі, баспасының қалыптасуындағы құнды заттар тізбегі қойылған. 2010 жылы құрылған мұралар үйі халқымыздың қолжазба тарихын саф қалпында сақтап, рухани құндылықтар қатарын байытуды көздейді. Бүгінде мұражайдың кітап қоры орталық ғылыми кітапхана, танымал қоғам және ғылым қайраткерлері сыйға тартқан құнды жәдігерлер мен көне қолжазбалар арқылы толығып келеді. Бұл ретте мұражай меңгерушісі Әбдіғали Бекішев былай дейді. Қорымыздың толықтырып, қоржынымызға жиі кездесетін қолжазбалар мен кітаптарды жинап жатырмыз. Бүгінгі күні біздің қорымызда 600-ден астам кітабымыз бар. Осыған орай қазіргі бүгін ғасырлар қойнауындағы асыл мұралар атты жаңартылған тұрақты экспозициялық көрме ұйымдастырылып, соны жүргізіп жатырмыз. Атап айтсақ, қазақ даласының байырғы жазба ескерткіштері, қолжазба ғасырлар мұрасы, алғашқы отандық басылымдар. Жалпы мұражай 4 бөлімнен тұрады екен. Олар бағзы заманнан бастау алған көне түркілердің жазба мәдениеті баяндалатын қазақ даласының байырғы жазба мұрасы. Адамзат өркениетіне өшпес із қалдырған Орта Азиялық ғұламалардың діни, тарихи шығармалары қойылған қолжазба ғасырлар мұрасы бөлімі. Абай Құнанбайұлының, Шәкәрім Құдайбердіұлының және өзге де ақын жазушыларымыздың шығармалары ұсынылған отандық алғашқы баспа өнімдері мен мәдени мұра бағдарламасы аясында жарық көрген еңбектер бөлімі. Осы орайда мұражайдың ғылыми қызметкері Алпамыс Абу мұнда келген қонақтар әр бөлімдерді кезеңдер бойынша тамашалау арқылы Қазақстанның жазба мәдениетімен толық таныса алатындықтарын айтады. Қазақ жерінен табылған жазба мәдениеті ескерткіштерінің республикада таралып орналасуы, және олардың түр сипаты, тасқа жазылған, ағашқа жазылған ескерткіштердің және оның бірегейлік, яғни түпнұсқалық түрлері қойылған, және осы жазба мәдениет ескерткіштерінің паш ететін, яғни орта ғасырлары хан сұлтандардың хаттары, олардың мағыналық, идеялық берілетін негізгі ойлары осы біздің мұражайда келушілердің назарына ұсынып отырмыз. Сирек кездесетін кітаптар мұражайында қойылған қолжазбалар 18 ғасырдан бастап 20 ғасырдың 40 жылдарына дейінгі аралықты қамтиды. Сондай-ақ ол еңбектердің дені араб және парсы тілдерінен бөлек ескі түрік жазуы, куфи жазуы және өзге де бағыттарда жазылған екен. Мұражайдың ғылыми қызметкері түрік және парсы тілдерінің маманы Тимур Талғаттың пікірінше, бұл еңбектерді аударып, транскрипция нұсқасын жасау өсіп келе жатқан келешек ұрпаққа аса маңызды. Араб графикасын қолданатын 20 шақты тіл белгілі. Біздің мұражайымызда осы стильдермен басылып шыққан және де қолжазба кітаптары көп кездеседі. Солардың ішінде атап көрсетелік, мысалы, «Мың бір түн», Омар Хайямның рубаяттары насталик стилін қолдана отырып жазылған. Мұражайға күнделікті алыс жақын шетелдерден қонақтар көптеп келеді. Мәселен, жақында Жапония, Франция, Ұлыбритания елдерінен бір топ ғалымдар мұраларымызды тамашалап кеткен екен. Сонымен қатар Алматы қаласындағы жоғарғы оқу орындарының студенттері мен мектептердің оқушылары да мұражайдың тұрақты көрермендері болып табылады. Солардың бірі нөмір 36 мектептің 10 сынып оқушысы Жасұлан Сатылхан тегі. Мұражай тереңнен тамыр тартқан құпиясы мол мұраларымыздың тұңғиығына бойлауға мүмкіндік береді. Сондықтан мен мұнда жиі келемін дейді ізденімпаз жас. Осы мұражайға мен әр жыл сайын келіп тұрғандан өзіме көптеген қызықты. Мысалы, өзім мектепте, сыныпта қаншама кітаптарды оқыдым, соның ішінде тарих кітабын оқыдым. Сол тарих кітабынан көрген заттарымды сөзбен көрдім, сөзбен естідім де, ал енді сол кітаптарын оқығандарын, кім жазғандарын бәрін біліп, сол кітаптардың ең өзі копияларын, түрлерін көрдім. Және ол қандай тілдерде жазылған, қандай тілмен, сол тілдің өзінің бет бейнесін, сондай және басқаларын көзбен көрдім. Жақын болашақта мұражай көнеден бастау алған отандық жазба мәдениетті насихаттайтын ірі мәдени, ғылыми орталыққа айналуды көздейді. Және сол мақсатта ғылыми ағарту, мәдени қоғамдық іс-шараларды тынбай жүргізуге ниет танытып отыр.